Адам көп ақша табу үшін тоқтамай жұмыс жасау керек деп ойлайды. Сіз де соның қатарындасыз. Мен де соның қатарында болдым. Мен бірден 2-3 жұмыс жасаған кездерім болды. Демалыссыз, тоқтамай, 24/7. Мен ақша көп табуым керек деген фокусты тек қана ақшаға, жоқшылыққа, жетіспеушілікке бұрып қойдым. Ағзам өзіме қарсы шықса да, демалыс керек екенін білсем де тоқтамай жұмыс жасадым. Бірақ ақша сол күйі өзгерген жоқ. Сонда себеп неде деген сұрақ мені мазалай бастады. Ішкі сенім, ішкі сезім. Мен осыған тоқталдым. Енді сыртпен емес, ішпен жұмыс жасау керек екенін ұғындым. Өзіңе рұқсат беру, көп ақшаға рұқсат беру, өзіңді сыйлау, өзіңді жақсы көру. Осы сөздерді көп естісем де, аса қатты мән бермеппін. Өзіңді жазғырмау. Мен көп ақша жаратып қойсам, өзімді жазғыратынмын. Бұны алғанша басқа нәрсе алуым керек еді. Балаларға жұмсауым керек еді. Пайдалы дүние алуым керек еді деп өзімді қатты жазғыратынмын. Менде 24/7 жұмыс жасасам да, неге менде ақша аз? Неге жолым болар емес? Неге деп өзіңді жазғыра беретінмін. Ал қазір ол жағдай тоқтаған. Ол бірден тоқтамайды. Уақыт өте, өзіңмен жұмыс жасап отырып, сол кезде ғана ішкі сезім өзгереді. Өзіңді дұрыс нәтижеге жетпеген үшін кінәлау, ол ақшаның жолын жабады. Біреудің алдында қарыздар етіп санау. Ата-ананың, балаңның, бауырдың алдында нәтижеге жете алмай қалсаң, іштей өзіңді жазғыру ақша жолын жабады. Демек, мен аз, жеткіліксіз жұмыс жасадым деп, өзіңе ренжу де жолды жабады. Нәтижені Алладан емес, өзіңнен күту. Нәтиже тек Алладан екенін ұғыну керек. Біз тек әрекет жасаймыз. Алланың ролін алып қоймау керек. Ақша бірінші ішкі тыныштықтан басталады. Ақша өзіңе деген құрметтен басталады. Ақша өзіңе деген махаббаттан басталады. Ақша біздің көңіл күйімізге әсер етпеу керек. Жоқ болса да, бар болса да, эмоция өзгермеу керек. Әрекеттен нәтиже болса да, болмаса да, бәрі Алланың қолында екенін шын жүрекпен мойындау. Жан тыныштығын табу керек. Ақша үшін басқа нығметтерді жоққа шығармаңыз. Ең бастысы деніңіздің саулығы. Бар көңіліңізді, ойыңызды ақшаға, нәтижеге беріп қоймаңыз. Басыңызбен кіріп кетіп, уайымға салынып кетпеңіз. Қаншалықты аз көңіл бөлсең, соншалықты ол жақта нәтиже болады. Қарызға көп көңіл бөлсең, соншалықты қарыз көбейе береді. Сол үшін ақшаны емес, ішкі тыныштықты өзгерту керек. Сыртқы жұмысты емес, ішкі жұмысты өзгерту керек. Ақша жаны тыныш адамға көптеп келетінін ұмытпаңыз. Алдыңызға мақсат қоя біліңіз. Мен айына 2 миллион тауып жүрмін деп, өз-өзіңізге, миыңызға, санаңызға қайталап құя беріңіз. Егер де сіз айына 200 мың тауып жүрсеңіз, онда сіз аз суммадан бастаңыз.
бірден мен 100 миллион, 100 миллиард табам деп миыңызға қатты нагрузка жасамаңыз. Өзіңіздің жүрегіңіз тыңдаңыз. Қанша ақшаны жүрегіңіз айтып тұр, сол ақшаны мақсат қойып, ойыңызды, санаңызды сол ақшаға сендіре беріңіз. Айына 200 мың тауып жүрсеңіз, онда санаңыз 2 миллионға сеніп тұрса, онда сол ақшаны миыңызға құя беріңіз. Бірден 100 миллиард табамын деген саннан ми, сана шошып кетеді. Ол мүмкін емес деп өзіңе қарсы шыға бастайды. Сондықтан да аз-аздан бастаңыз. Және де сол 2 миллионды қайда жұмсайтыныңызды қағазға алып жазып қойыңыз. Тек қана қарызға деген сөзді жазбаңыз. 2 миллионды тек қана мақсат үшін жұмсаңыз. Үй алуға мынанша ақша керек. Көлік алуға мынанша ақша керек. Алтын аламын, телефон аламын, саяхаттаймын. Осылай бөліп, сол керек суммаларды 2 миллионды 5 түрлі пунктке өзіңіздің мақсаттарыңызға бөліп қойыңыз. Бұл айда мен үйге мынанша ақша бөлемін, келесі айда 2 миллионнан мынанша ақша бөлемін деген сияқты бөліп мақсаттарды анық етіп жазыңыз. Қайталап оқи беріңіз. Миыңыз сенбей жатса, онда тоқтатыңыз. Терең демалыңыз. 5 рет терең демалып, ойыңызды жинақтаңыз. Қайтадан жазған мақсаттарыңызды оқыңыз. Осылай күнделікті қайталана беретін болса, ми оған сене бастайды. Ми сенгеннен кейін денеде сол сезімді сезіне бастайды. Өзіңіздің көңіл күйіңіз, эмоцияңыз бір қалыпты бола бастайды. Осылай жасасаңыз, арманыңызға, мақсатыңызға тез жететініңізге сенемін.